Жалпы екі жамбас сүйегі, 8 көз және астында құйымшақ. Осы айтылған сүйектер бірігіп тұтас жамбас пельвисті құрайды. Жалпы тұтас жамбас пельвис бұл үлкен жамбас пельвис майор және кіші жамбас пельвис минорға бөлінеді. Екеуінің шекарасы болып линия терминалис болып табылады. Линия терминалис ол құралады. Артынан промонториум, одан кейін парс сакралис линия терминалис, одан кейін парс илиака линия терминалис немесе линия арквата, пектин осис пубис және қасаға сүйегінің симфизінің жоғарғы жиегі. Осы айтылған анатомиялық құрылымдар линия терминалисті құрайды. Осы сызықтан жоғарғы бөлігі пельвис майор, төменгі пельвис минор деп аталады. Енді жоғарғы жағындағы үлкен жамбас пельвис майор құралады. Артынан 5-ші белі омыртқасы, 2 бүйірінен мықын қанаттары, алды ашық. Бұл іш қуысымен бірге отырып, іш қуысы тұтас іш қуысын кавум абдоминалені құрайды. Келесі кіші жамбас пельвис минор. Бұның бөлімдері, оның кіреберісі болады, немесе жоғарғы тезік апертура пельвис супериор, немесе бұны жамбас қуысына кіреберіс интроитус пельвис деп айтылады, және жамбастың шыға берісі, немесе төменгі тесік апертура пельвис инфериор экзитус пельвис. Ал оның ортаңғы бөлігі, ортасын кавум пельвис, жамбас астауы немесе жамбас қуысы деп атайды. Бұл жамбастың негізгі бөлімдері. Осы линия терминалистен төменгі жағында, жамбас қуысының бүйір жағында қарайтын болсақ, форамен обтуратория, бұл жерде мембрана обтуратория бар. Және артқы жағынан осы аптада оқып атқан лигаментум сакро туберали, сакро спинали, осы айтылған құрылымдардың барлығы жамбас кавум пельвистің бүйір қабырғаларын құрайды. Жалпы жамбас ер адамдар мен әйел адамдарда айырмашылықтары, ерекшеліктері болады. Бұны жыныстық ерекшеліктер деп атаймыз. Біріншіден, жалпы жамбастың жағдай құрылысы пішіні. Әйел адамдарда жалпы жамбас, тұтас жамбас пельвис қысқа кең болады. Ал ер адамдарда керісінше тар және ұзын, биіктігі бірінші ерекшелігі. Келесі ерекшелігі мықын қанаттары. Мықын қанаттары әйел адамдарда барынша горизонтальды орналасқан, ал ер адамдарда барынша вертикальді орналасады. Келесі белгісі бұл 8 көздің пішіні. 8 көз салыстырмалы түрде әйел адамдарда кең қысқа болады, ер адамдарда керісінше тар ұзын болады биіктігі. Келесі белгісі бұл қасаға асты бұрыш белгісі ангус субпубикум. Бұл әйел адамдарда доғал бұрыш жасайды, яғни айтатын болсақ 90-100 градус құрайтын болса, ер адамдарда 70-75 градусты құрайды. Келесі белгісі бұл жамбас қуысының пішіні, жамбас кавум пельвистің пішіні. Әйел адамдарда бұл цилиндрлі болып келетін болса, ер адамдарда конус пішінде болады. Тағы бір белгісі, бұны жоғарыдан қарағандағы көрінісінде көруге болады. Бұл кіреберіс апертура пельвис супериорды қарайтын болсақ, әйел адамдарда бұның формасы дөңгелек болатын болса, ер адамдардағы ойын картасындағы жүрек дейді, картадағы жүрек осы белгіні береді. Яғни промонториум ер адамдарда алдыға шығып тұрғаннан кейін бұл пішіні жалпы жүрекке ұқсас болады. Осы айтылған белгілер жалпы тұтас жамбастың жыныстық ерекшеліктерін білдіреді. Енді осы жамбастың бөлімдеріне сәйкес жамбастың өлшемдері деген көрсеткіштер бар. Бұның практикалық жағынан өте құнды. Бұл алдарыңызда, келесі алдарыңызда сипатталған. Бұл үлкен жамбас және кіші жамбастың өлшемдері деп бөлеміз. Үлкен жамбастың өлшемдерінде анықтайтын болсақ, бірінші дистанция кристалиум. Яғни мықын сүйегінің қырқалы криста илиаканың ең алыс нүктелерін қосатын сызықты дистанция кристалиум деп атайды. Егер сүйекте қарайтын болсақ, міне криста илиаканың ең алыс нүктелерін қосатын сызық дистанция кристалиум. Бұл әдетте 25-27 сантиметрді құрайды. Келесі дистанция спиналиум. Бұл спина илиака антериор супериорда қарама қашықтықта екеуін қосатын ара қашықтық. Сүйекте қарайтын болсақ, спина илиака антериор супериор екеуін қосатын сызық. Бұл аралық қашықтық 20-25 сантиметрді құрайды. Келесі тағы бір практикалық маңызы бар, бірақ жамбас сүйегінің өзінде анықталмайды, бірақ бұл осы аптада оқып жатсыздар. Ұршық буын
егер ұршық буынымен қоса алатын болсақ, ортаншіліктегі трохан майырды қарама қарсы жақтағы екі ұршықты қосатын ара қашықтықты дистанция трохантерика дейді. Бұл әдетте 28-29 сантиметрді құрайды. Келесі ол кіші жамбастың өлшемдері. Кіші жамбастың өлшемдерін жаңа ғана айтып өттік. Кіші жамбастың кіре берісі, қуысы және шыға берісі деп. Оның өлшемдері кіре берісінің өлшемдері, қуыстың және шыға берісінің өлшемдері деп бөлеміз. Енді келесі сипаттамаларды осы суреттен, схемадан айтайық, түсінікті болу үшін. Бірінші, кіре берісінің апертура пен субердің өлшемдерін жазатын бірінші тік өлшем. Диаметр ректа немесе анатомиялық конъюгата анатомика деп айтылады. Мына бірінші нөмірлі сызбаға қараңыздар. Бұл проmontorium мен қасаға симфизінің жоғарғы жиегін қосатын сызық. Осы аралықтағы өлшемді анатомиялық конъюгата деп атайды. Бұл әдетте 11,5 сантиметрге жуық болады. Егер сүйекке қарайтын болсақ, мінекей былай жүргізіледі. Келесі, осы кіреберістің өлшемдері, бұл көлденең диаметр трансверса. Бұл линия терминалистің ең алыс нүктелерін қосатын ара қашықтық. Егер сүйекке қарайтын болсақ, міне линия терминалис, міне линия ең алыс нүктелерін қосатын өлшем. Бұны диаметр трансверса деп атайды. Бұл әдетте 13,5 сантиметрді құрайды. Келесі өлшем, бұл диаметр обликва, қиғаш өлшем. Бұл артикуляция сакроилиака мен қарама қарсы жақтағы эминенция или пубиканы қосатын нүкте. Міне қарама қарсы жақтағы бұл буын мен сакроилиака мен эминенция или пубиканы қосатын нүкте. Бұны қиғаш диаметр деп атайды. Әдетте бұл 12-12,6 сантиметрді құрайды. Егер препаратта қарайтын болсақ, мінекей эминенция или пубика, міне қарама қарсы жақтағы 8 көз мыхан буыны. Осы қосатын сызық. Бұл көрсеткіші не айтылды. Бұдан басқа, осы кіреберіске қатысты тағы екі өлшем бар. Осы анатомиялық өлшеммен конъюгатамен салыстырып, оның келесі шынайы конъюгата немесе гинекологиялық конъюгата. Конъюгата вера немесе конъюгата гинекологика. Бұл төртінші нөмірдегі сызбаға қараңыздар. Бұл яғни проmontorium мен қасаға симфизінің ең артқы бетіндегі ең шығыңқы нүктені қосатын осы ара қашықтықты гинекологиялық конъюгата дейміз. Бұл әдетте гинекологиялық конъюгата алдарыңызда тұр 10,5-11 сантиметрді құрайды. Тағы бір бұл конъюгата диагоналды конъюгата диагоналис. Бұл проmontorium мен қасаға симфизінің астыңғы төменгі нүктесін қосатын ара қашықтық. Бұл әдетте 12,5-13 сантиметрді құрайды. Келесі жамбас қуысындағы өлшемдер. Жамбас қуысында кавум пельвисте анықталатын өлшемдер. Бұл диаметр ректа және диаметр трансверса. Диаметр ректа екінші, үшінші 8 көз омыртқалардың аралығынан қасаға симфизінің артқы бетінің дәл ортасын қосатын нүкте. Осы аралықты диаметр ректа деп атайды. Бұл әдетте диаметр ректа 12,12 сантиметрді құрайды. Келесі диаметр трансверса. Бұл көлденең диаметр. Бұл көлденең жағынан қарайтын болсақ, сүйекке қарайтын болсақ, мынау ұршық ойығы, ұршық ойының ішкі бетінің қарайтын болсақ, ұршық ойының дәл ортасын қосатын ара қашықтықты көлденең диаметр деп атаймыз. Бұл әдетте 11,15 сантиметрді құрайды. Бұл жамбас қуысының өлшемі. Енді жамбас шыға берісінің өлшемдері бар. Жамбас шыға берісінің өлшемдерінде диаметр ректа, яғни бұл құйымшақ ұшынан қасаға симфизінің төменгі жиегін қосатын ара қашықтықты айтады. Болмаса препараттан қарайтын болсақ, құйымшақ ұшынан қасаға симфизінің төменгі жиегін қосамыз. Бұл әдетте бұл өлшем 9,15 сантиметрді құрайды. Келесі шыға берістің тағы өлшемі, бұл диаметр трансверса деп айтылады. Бұл жамбас шыға берісінде қарайтын болсақ, тубер исхиадикум екі жақтағы солардың ең алыс нүктелерін қосатын ара қашықтық. Әдетте диаметр трансверса бұл 10,18 сантиметрді құрайды. Бұдан басқа жамбас сүйегінде анықталатын тағы бір көрсеткіш, бұл жамбас илісі деп айтылады, инклинация пельвис. Бұл көлденең жазықтықпен жамбас кіреберісінің жазықтығының арасындағы бұрыштың шамасын айтады.
осыны жамбас иілісі деп айтады. Инклинацию пельвис. Әдетте бұл 25-60 градусты құрайды. Бұл айтылған көрсеткіштер Синельников оқулығының берілген. Бұдан басқа да көрсеткіштер басқа әдебиеттерде сипатталады. Бірақ кейбір айырмашылықтар болуы мүмкін. Тек қана авторлардың айырмашылығында 1-2 мм ғана айырмашылық болады. Бұдан басқа Рунге, Меркель сипаттаған жамбастың өлшемдері бар. Бұл әдетте Синельников өлшемдеріне сәйкес келеді. Бұдан басқа осы жамбас астауының кіре берісі мен шыға берісі бұл әдетте параллель жатпайды. Өйткені жамбас астауының артқы қабырғасы мен алдыңғы қабырғасы сәйкес келмейді. Яғни алдыңғы қабырғасы қысқа, артқы қабырғасына қарағанда. Бұлар сондықтан параллель жатпайды. Бірақ осы айтылған өлшемдердің ортасын қосатын нүктені жүргізілген сызық анықталады. Бұл әдетте 8 көзге параллельді жүреді және бұл босану үдерісі кезіндегі бала басының қозғалу жолына сәйкес келеді. Осындай жамбас астау өлшемдеріндегі ерекшеліктерді анықтауға болады.